Баршаңызға сәлем. Біз бүгін жентті осылай шарик күйінде шоколадқа құйып жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Жасалу жолы өте оңай. Жентімізге қантымызды қосып аламыз да жақсылап араластырамыз қолмен. Одан кейін барып үстіне ертілген сары майымызды құятын боламыз. Сары майымызды құйып болғаннан кейін біріктіріп жақсылап араластырамыз. Қыздар, ұнап жатса каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Соңына дейін көріңіздер. Өте оңай жасалу жолы. Міне осылай майымызды ерген майымызды құйып алғаннан кейін қолымызбен осылай мыжғылап бір-біріне біріктіретін боламыз. Одан кейін барып домалақтап шарик жасаймыз осылай. Жасап болғаннан кейін шарикті холодильникке 10 минутқа салып аламыз. Қыздар, қату керек. Қатқаннан кейін шоколадқа малып осылай әдемілеп шығамыз. Дайындалу жолы өте оңай. Міне қыздар, дайын болды. Небәрі 10 минутыңыз кетеді. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ас болсын баршаңызға.